Бізде ана Оралдан бір буханка келді, полный шашып жинауға. Одан бөлек Ақтөбеден келді. Одан бөлек Құдай қаласа Созаққа кетеді біреу. И мынау Атырауға кетеді. Так, мынау буханка негізі жиналған. Гарантияға келетін болсақ, машина біткен еді. Сонымен өзім Түлкібаста тұрам, ауылға барып, айдап келуге трассаға шығардық. Айдап тексердік, бәрі жақсы болып тұр. В общем, своим ходом бәрі жақсы, барып келдім негізі. Бірақ именно кулиса жақтан, кулисаны да жаңадан сағамыз нағанша. Кулиса бірге, екке салатын кезде бір какой-то бір звук бар еді да, тық-тық ет тебет та, и түспейтін дұрыс. Сонымен келіп балдарға айттым. В общем, соны устранить ету үшін біз мына крышканы сатып алдық. Мына крышканың аты не дейді? Коробканың кулисаның крышкасын. Анау өзіңкі тұр ана жерде. И мынаны жаңадан сатып алдық. Примерно мынаның бағасы 100-дің үсті тұрады жігіттер. Осыны алып келіп салдық, мынаның астына түсіріп, мотор, коробканы, в общем, подушкасын шешіп, астыға қарай майыстырып, в общем, балдар ескісін шешіп алып, жаңасын салды. Сонымен қатырмай жатып, скорость бәрі тексерген еді, бәрі зың түсіп тұрған еді негізі. Бәрін қысып болғаннан кейін, в общем, қос скорость деген нәрсе бар ғой, түсінетіндер бар ма? Баяғыда 99 мінген кезде, 9 мінген кезде қос скорость деген нәрсе түсіп қалады меніңше. Содан білем да, қос скоростьқа түсіп қалдым ше. Содан кейін, в общем, амал жоқ, коробканы шешу керек болды. Коробканы шештік. Одан кейін мына крышкасын алдық. Крышкасын алғаннан кейін қос скоростьтан шығады ғой, дұрыс па? Уже өзі шығады екен қос скоростьтан. И қайттан мына жерде қиналмай, уже анау крышкасын саламыз. Дальше больше тексереміз. Спидометр істемей тұрған еді бұны. Спидометрдің причинасын жігіттер сұрап жатыр. Оның анау коробканың артында бір датчик па не болады? Датчик болады ғой, кеше сатып алған, Спидометр датчик негізі жаңасын сағамыз. Бірақ кейде жаңасын өзі брак болып шығады жігіттер. Қайттан алдық, жаңасын алып келдік, салдық. Әлі Құдай қаласа мына жинстырып болғаннан кейін тексереміз, айдейміз, көреміз. И майда шүйде бір кем-кетік нюанстар бар еді, солар недочеттар бар еді, солар бітіріп атырық. Құдай қаласа мынау салынып, бәрі зың болғаннан кейін егесіне звондаймыз. Атыраудан келеді, и своим ходом мына машинаны Атырауға айдап кетеді жігіттер. Мына буханка Созақ ауданынан келген жігіттер. Бұл да Құдай қаласа бітіп атыр. Кузовы мынау ше, кузовы рамасы аяқта почти жиналып дайын тұр. Құдай қаласа мына кузовты да астын бояп қойдық. Астына жуып шайып тазалап, гравитексін шашып қойдық мына астына ше. Енді Құдай қаласа ішін жігіттер бояп қойды мына артқа ортасын ше. Артын бояған жоқсың ғой әлі Нұреке мына, Мына жері боялады, Құдай қаласа матабай етіп, тот басқандарын бір тазалап, одан кейін боя жібереміз. Мына жерде жуып шайып тазалап, особо шіріп атқан ештеңе жоқ мына жерде ше. Бұны да боя жібереміз. Мынау жылы қандай еді Нұрек? Так, 13 емес, 19 ғой бұл уаз. Мына жақта 9 деп тұр. Көрші ана алдым, мына жақта да 9 деп тұр. 19 дейді. Так, мына Созақта таулы жерде жұмыс істейтін уаз ғой. Жылы 19. Бет қарап тұрсаңыздар, қанша жыл болды? 6 жыл болды ма машинаға? 6 жылдан бері полный реставрация, восстановлениеға бізге алып келіп істетіп жатыр. Құдай қаласа рамасы аяқта тұр дедім, рамасы жиналып почти бітіп тұр. Ол жерде мостары ашылып шашылып жиналды, моторы ашылып шашылып жиналды, коробкасы ашылып шашылып бірсыпыра тексерілді, ауысатын нәрсенің бәрі ауысты. Жаңадан ходоксы жиналып дегенде ғой, резинкілері, амортизаторы дегенде ғой. Одан кейін Құдай қаласа мынаны бояп болсақ, ана рамаға отырғызамыз, и дальше больше ішін жинаймыз. И Құдай қаласа жақын күндері бұл да кетеді Созақ ауданына ше. Айтпақшы, Ниваларыңыз болса, Ниваға мына УАЗдың рамасын сап бере аламыз. Санжар айтып берші қысқаша. Ниваға УАЗдың рамасын отырғызып, усилдедеміз. Рама УАЗдық болады, үстіне Ниваның кузовы, кәдімгі УАЗдың кузовы сияқты отырады. В общем, сондай нәрсені істеп бере аламыз жігіттер. Имейте в виду да, негізі сондай да сұрап атқандар бар да бізде ше. В общем, Ниваларыңыздың кузовын аламыз да, мынау асты, мына рама тұр ғой. Сол рамаға отырғызамыз. Ол жерде уже мостары, алдыңғы, артыңғы мостар, рессор болсын, басқасы болсын. В общем, асты буханка болады ғой. И усиленный амортизаторлар керек болатса, екеуден артына 4 болады, алдына бір-біреуден 2 болады. Қосымша артына екеуден, қосымша артына 2 4 болады, алдына 2 4 общий 8 бола ма?
Так, в принципе, сондай нәрсені де істеп бере аламыз жігіттер ше. Ақыр осы тақырыпта жүргеннен кейін соңында қолға алып істеп бере аламыз. Егерде сондай істетем дегенде адамдар шығып атса, в принципе, істеп бере аламыз. И одан кейін бізге ана бортовойды мына бортовойды самосвал істеп бергендерде шығып атыр негізі, бірақ пока оны интерес қуалайтын уақыт болмай жатыр оған ше. Оны да істей аламыз, бірақ қол тимей жатыр оған ше. В общем, шаруада жүрген мына УАЗ ғой тоже. Бір частный болса да, бірақ фирмада жұмыс істейтін УАЗдар болады, мынау сондай УАЗ ғой негізі. Бізге капиталка, ремонт, моторға келді жігіттер ше. Егерде УАЗдарыңыз болса, или газельдеріңіз болса, моторларыңызды жөндеу керек болып жатса, хабарласыңыздар. В принципе, жөндеп бере аламыз. Мотор УАЗдыңкы болсын, газельдіңкі болсын, полный шашып, капиталный ремонт істеп бере аламыз. Ашып, шашып, егесіне беріп жібердік. Қандай запчасть керек, не керек. В общем, біздің моторист блокты жинап қойды. И головкасын жаңадан сабатыр бұған ше. Өйткені өзің головкасын ашсақ, уже біраз ремонт көріп, уже ары қарай жонатын нәрсе қамаған ғой, короче ше. Сонымен егелеріне айттық, негізі оригиналын алып келсең дұрыс болады дедік. Енді Қытай алып келсең уақытысымен өзің көресің дедік. Қытай головка алып келді. В принципе, жинап береміз, Құдай қаласа. И бұл да своим ходом кетеді. Эвакуатормен алып келген бұны ше. И дальше больше тірлігін істейді ғой, бұл да шаруада жүрген УАЗ буханка. Имейте в виду, сондай мотор істеу керек болып жатса, істеп бере аламыз. Мына буханка бізге Ақтөбе қаласынан артып жіберген жігіттер ше. Машина үлкен организацияңкі негізі. Қандай организация, просто былай айтып кетейін сіздерге. Бір организацияда, енді датауы үлкендігі онша, бір организацияда 22 механигі бар екен. Бір организацияда 22 машина жөндейтін адам бар екен, осындай буханкынше. Енді буханкіден бөлек, может, басқа да машиналар бар шығар ол кісілерде. Бірақ мына буханкыны полный шашып, с нуля жинатуға бізге жіберді, Ақтөбе қаласынан келді. Бұл буханкіде істелініп жатқан жұмыстар қазір данный момент мостар ашылып, шашылып, істелініп жатыр, уже жиналып қойды мостары. Көге мостар жиналып қойды мамнан? Мостар жиналып қойды. Құдай қаласа, мына рамасы жатыр мына. Мына УАЗдың рамасы мін жігіттер. Енді Құдай қаласа мостарын осыған орнатамыз. И мынау рама дальше больше пескоструйға кетеді жігіттер. О пескоструйды біз істемейміз. Именно арнайы пескоструй істейтін адамдар бар. Соған жібереміз мынанша. Полный жаңадай тот басқан жер бар ма, краскасы бар ма, до металла қырып алып тастайды, сонымен келеді. Дальше больше біз не жерде покраскасын жасаймыз. Одан кейін уже дальше больше жинала береді ғой. Ходовкасы жиналады. Бұл УАЗға, именно осы УАЗға егелері, в общем, доплата ақша жасады бізге. Новый мотор, новый коробка сап бер деді. Новый жаңа мотор, жаңа коробкасы іште тұр. Уже алып қойдық. В общем, примерно 2 миллионға шықты ғой жігіттер ано. Жаңа мотор, жаңа коробка 2 миллионға шықты. Мына фирма просто үстіне доплата қосып берді бізге ше. Құдай қаласа мынау айтқандай пескоструйдан келгеннен кейін, боялып болғаннан кейін, анау жаңа мотор осыған салынады, жаңа мотор, жаңа коробка, мостары ашылып, шашылып, жиналып қойды. И дальше больше боялады, жиналады. И мынау кузовты костоправтар дальше больше бойды. Астын бойды, ішін бойды, сыртын бойды. Үсті сборка бола береді ғой. Осындай УАЗдарыңыз болып жатса, жеке болсын, фирма болсын, алып келсеңіздер, с нуля шашып жинап бере аламыз жігіттер. Жігіттер, Шымкенттеміз, Қазақстанның любой жерінен алып келсеңіздер болады. Осындай УАЗ буханкілеріңізді, шаршап тұрған УАЗ буханкілеріңізді шашып, с нуля жинап бере аламыз жігіттер ше. Бізге жақын күндері Орал қаласынан тоже бір буханка артып жіберді. Ол буханка міне жерде тұр. Бұны әлі бастамадық. Эвакуатормен келді ғой, общем, жүрмей тұр негізі. Орал қаласынан келді. Құдай қаласа договор істеп жатыр. Договорға тұрамыз намен, осын егесімен. Одан кейін дальше больше договор десеңіз договор, былай десеңіз былай. Дальше больше Құдай қаласа бұны да бастаймыз. Полный разбор болады. Кабинасы рамадан бастап шешіледі. И айтқандай примерно с нуля шашылып жиналады. Осындай УАЗдарыңыз болып жатса, алып келсеңіздер болады, с нуля шашып жинап береміз. Итог как новый УАЗ болады. Енді гарантияға келетін болсақ, примерно бір ай гарантия бере аламыз. Бірақ гарантия бермей жатып, мына УАЗдарын сіздердің кетпей трассаға шығып айдап көріп тексереміз ғой жігіттер.
полный былайда тексеріп, одан кейін бәрі зың болғаннан кейін, одан кейін сіздерге жібереміз. Не болса хабарласыңыздар, астында номер болады. Так, осы жалпы Шымкенттеміз.